Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Access Pars'ты қалай үйренеміз, қалай өтеді, сол туралы айтатын боламын. Жалпы негізі бұл Access Pars 30 жылдық тарихы бар американдық ілім. Америкада уже 30 жылдан бері жұмыс жасайды. Россияда осыдан 7-8 жыл бұрын келген. Бізге келгеніне де бір 5-6 жыл болып қалды. Және бұны қалай үйренеміз, сіздерге бұл Access Pars'ты үйренген кезде қолдарыңызға мынандай мануал деп аталады, бұл кітап беріледі. Осындай кітап бірнеше беттен тұрады. Бұл жерде сіздер сабақта не айтылады, соның барлығы осы жерде қамтылған. Осы жерде үйге барғасын тағы да бір оқып шығасыздар. Және бітіргеннен кейін мынандай сертификат аласыздар. Осы сертификатпен сіздер өз кабинеттеріңізді аша аласыздар, ары қарай жаңағы клиент қабылдай аласыздар. Яғни осы сертификаттар сіздерге өздеріңіздің қосымша табыс табуларыңызға көмек береді. Жалпы енді Access'тың оқуы бір күн өтеді. Бір күн дегеніміз, яғни 8 сағат. 4 сағат теория болады, 4 сағат практика болады. 4 сағат теорияда сіздерге осы Access'тың историясы, қалай пайда болды, және оның инструменттері туралы айтамыз. Ал одан кейінгі 4 сағат ол практикаға арналады. Яғни сіз өзіңіз басқа біреуге жасап үйренесіз, сізге біреу жасап береді. Яғни 2 сеанс басқа біреуге жасайсыз, алдыңыздағы адамға, және 2 сеанс өзіңіз қабылдайсыз. Сонымен 4 сеанс болады. Оқуда біздер ең бірінші неден бастаймыз? Яғни бұл жерде сіздер өздеріңізді шынымен де жаңағы бер жағы емес, мысалға шынымен де өзгеруге дайын болып келулеріңіз керек. Көп адамдар негізі мен өмірімді өзгерткім келеді дейді. Өмірімді өзгерткім келеді деген нәрсе ол хочу, я хочу изменить свою жизнь. Біздің негізі хотелкаларымыз өте көп. Я хочу это деп айта береміз ғой біз, бірақ сол нақты ма, нақты емес па, оны біз айта алмаймыз да. Ол жерде мен өзгерткім келеді дегеннің ар жағында пустотада ештеңке жоқ. Ештеңке жоқ оның ар жағында. Және хочу деген нәрсе ол неизвестный нәрсе дейді. Егерде бұрынғы российский толковый словардарды қарасаңыздар, почему дегеннің мағынасы, яғни менде ол нәрсе жоқ деген мағынаны білдіреді екен. Мысалға, я хочу машину, я хочу дом, новый дом деп айтып жатамыз ғой. Ол нәрсе бізге, яғни миымызға біздің менде мына нәрсе жоқ деп айтыла береді екен. Солай қабылдайды екен миымыз. И сондықтан сізде я хочу деген нәрсе уже жоқ дегеннен кейін ол алыстай береді сізден. Ал біз уже Access'ке келген кезде біз оны басқа сөзге ауыстырамыз. Яғни я выбираю. Орысша мен таңдаймын. Мысалға, сіз оқуға келетін кезде мен осы оқуды үйреніп алуды таңдаймын, және өзімді өзгертуді таңдаймын, және өзімді таңдаймын деп келуіңіз керек. Сол кезде барып сізде жақсы өзгеріс болады. И бұл жаңағы неден, бұл әдістен сіз уже басқаша адам болып өзгеріп шыға келесіз. Сондықтан оқуға келетін болсаңыз, оқуды оқып алам дейтін болсаңыз, мен осы оқуды үйреніп алуды таңдаймын деп осындай ниетпен келіңіздер да. Ниет демекші, осы жерден шығып кетеді. Бұл жерде көп адамдар сұрап жатады. Мен егер осы әдісті үйреніп алсам, көп ақша табам ба дейді да. Көп ақша табам ба дейді. Ойлап жатады енді, мен мысалға менің бір сеансымның өзі 20 мың теңге да. Қазір 20 мың теңге ғой, кезінде мен 3 мың теңгеден бастаған. Мысалға, мен ең бірінші үйренген кезде, ең алғаш новичокпын ғой ол кезде, ең алғаш үйренген кезде 3 мың теңгеден бастаған. Одан кейін 5 мың теңге, 7 мың теңге, 10 мың теңге, солай менде өсе берді ары қарай. Себебі мен бұл Access'ты оқып алғаннан кейін ішінде тағы да оқитын нәрселер бар. Біз жыл сайын өзіміздің білімімізді жаңартып отырамыз. Соған байланысты
бізде өзіміздің бағамызды көбейтеміз, жоғарылатамыз. Себебі біз білім алып жатырмыз, иә. Одан кейін өзіңнің де деңгейің уже өсе бастайды. Сен уже әртүрлі көп адам уже қабылдап энергиясын сезінгеннен кейін сен уже автоматически өзіңді де құрметтей бастайсың бұл жерде. Практика көп сенде, иә, тәжірибе көп біріншіден, екіншіден өзіңді құрметтей бастайсың, өзіңнің самооценкаң көтеріліп, өзіңнің бағаңды біле бастайсың уже. Сен мысалға менің осы 4 жыл бұрын қандай едім, қазір қандаймын, иә. Уже соған қарай сенің де өзіңнің де жаңағы бағаң өсе береді екен. Бұл жерде үйреніп алғаннан кейін сол ақша үшін емес, иә, ең бірінші ниетіңіз ақша болмау керек бұл жерде. Ақша тұрған жерде сізде ары қарай жылжу болмайды. Бізде аксесте айтады өзі, егер сіз дейді бұл аксесті мен бизнес қылам, ақша жасаймын деп үйренетін болсаңыз, оның ғұмыры ұзаққа бармайды дейді. Ары кетсе 1 жыл, 1,5 жыл жұмыс істейді, одан кейін ол тоқтайды дейді. Себебі сізде жаңағы ниет дұрыс болмай тұр, иә, ниет дұрыс болмағаннан кейін негізі ақшаны біз басты құрал ретінде қарамауымыз керек. Өміріміздің ең маңызды бөлігі ол ақша емес, иә. Ең маңызды бөлігі бұл жерде сіз өзіңізді тауып, өзіңіздің ішкі состояниеңізді дұрыстау. Өзіңізді тапқан кезде, ішкі состояниеңізді дұрыстаған кезде сіз бақытты боласыз. Ал бақытты адам, ол бақытты адам ақшаны талап етпейді. Ақша оған керек емес, иә. Керек емес, керек, бірақ ақша маңызды болмайды ол кезде. Себебі ол бақытты. Ақшасыз да бақытты адамдар бар да, сонда. Ақшасыз да сіз бақытты бола аласыз дегенді білдіріп айтқым келіп тұр. Және көпшіліктің бір сұрағы бар, неге бір ғана күн өтеді деген да, неге бір ғана күн біз үйренеміз, жаңағы бір күнде адам үйренеді ма дейді да. Сонда бізге бұл Access Bars-тың основателі Гери Дуглас пен Дэйн Хир мынаны түсіндіргісі келеді. Біздер мысалға оқу, жаңағыдай білім алу кезінде біздер мысалға мектепті 11 жыл оқимыз, или университетті 4 жыл оқимыз, 6 жыл оқимыз, иә. Менің өзім мысалға қанша 8 жыл оқығам. Основной нені 6 жылда оқимын, одан кейін жаңа 2 жыл магистратура оқимын деген сияқты. Сол сонша уақытты кетіргенмен мен мысалға ол жерден мен азғантай ғана білім алдым да, одан кейін де мен әлі ізденудемін, әлі оқудамын да. Сондықтан бұл жерде бізге бір нәрсені үйреткісі келеді, что білім деген, оқу деген ол қиын емес да, қиын емес, мүлдем қиын емес. Яғни жеңіл қабылдап, жеңіл үйреніп, соны ары қарай тек өзіңнің практикаңда жасап, практика көбірек жасаса, сен уже сол білімді игерген болып саналады. Жалпы негізі мынау білім үйрену кезінде адам егер 100% білімді алса, соның 20%-ын ғана ол естиді екен. 80%-ы уже ары қарай кейін уақыт өте келе тәжірибемен ол жинақтала береді екен. Біз тек қана миымызға 15-20%-ы ғана сіңімді болады екен. Сондықтан бұл жерде практика көбірек керек. Мен бірінші видеомда айтқан болатын, мен ең бірінші қалай 32 нүктені жаңағыдай тез үйреніп жасап алам деген ниетпен келдім. Соны мен мысалға үйрендім да, сөйтіп 32 нүктені жаттап алдым. Мен қазір кейде бір қыздарым бар, таң қалам, әлі де 32 нүктені жаттай алмай жүрген қыздар да бар. Әлі қағазға қарап істейді да, ал мен уже қағазға қарамай, сол үйреніп алғаннан кейін, бір аптадан кейін мен уже жаттап алғам да ол нәрсені. Сол сияқты сіздер бұл Access Bars үйренетін кезде ақша үшін келмеңіздер, иә, бизнестің көзі деп қарамаңыздар. Ең бірінші өздеріңіз үшін келіңіздер, және өздеріңізді алдамаңыздар, иә. Шын нақты керек адам болса да, керек осы дүниеден мен бірдеңе алам, осы әдіспен менің өмірім жақсарып кетеді деген жақсы ниетпен келсеңіз, бұл жұмыс жасайды. Бұл бір. Екіншіден
Access Bars-тың фасилитатор болу үшін біздер 3 рет оқудан өтеміз. 3 рет, яғни осы бір методты 3 адамнан өтесіздер, 3 түрлі адамнан өтесіздер. Сөйтіп 3 түрлі адамнан өткеннен кейін барып бір нәрсені үйретеді, бірақ 3 түрлі фасилитатор 3 түрлі нәрсені айтады, 3 түрлі дүниені сіз ұғасыз. Содан кейін барып сіз лицензия аласыз, лицензия алғаннан кейін барып сіз уже фасилитатор боласыз. Болды, бірінші жылы солай. Екінші жылы уже сіз лицензияны қайта жаңарту үшін сіз основы деген үлкен оқуды өтесіз. Бұл қазір миллионға жуықтап қалды. Менің кезімде 600 мың, 500 мың тұратын. Қазір уже 900 мың бірдеңе тұрады. Осы оқуды оқисыз, содан кейін барып сіз лицензия ала аласыз. Мен мысалы 2 рет өткем. 2 рет өткем, потому что уже мен 4-ші жыл өтіп баратым, енді тағы да бір рет өтуім керек та. Бұдан да басқа тағы да телесный класстар бар, телесный сабақтар бар. Ол жерде уже ары қарай сіз дами бересіз, бұл жерде уже көбірек үйрене бересіз. Ал мынау основыйдың ішінде де телесный процесстерді үйретеді. Бұл жерде мен үйренген кезде 4 телесный үйреткен еді, қазіргі уақытта сәл өзгерген. По-моему, тек 2 телесный ғана үйретеді. Және менде мына жерде кітаптарым жоқ екен. Access Facelift дегенді білемін. Оны мен бірінші кезде үйреніп алғам сразу. Ол да тоже телесныйға жатады. Ол Access Facelift дегеніміз, яғни беттің омоложениесі и внутренний орган омоложениесіне әсер етеді. Яғни өзіңіздің жаңағы жас болып көрінесіз, сосын гормональный бұзылыстар болса, соны реттеуге көмектеседі. Жалпы негізі денсаулыққа, отношениеге, ақшаға да бірдей проработка бұл жерде де жасалады. Так, нені көрсеттім? Бұл жерде енді сіздер бір күндік оқуға келген кезде мысалға, мен чат бар менде. Бір күндік оқуды оқып, ары қарай мен жоғалып кетпеймін. Менімен бірге байланыста боласыздар. Мен 24 сағат байланыстамын. Сұрақтарыңыз болса қоя бересіздер. Және чатта да қойсаңыздар болады. Telegram канал бар, WhatsApp чат бар. Яғни қандай сұрағыңыз болады? Сұрақ міндетті түрде болады. Сұрақ қойған жақсы негізі. Сұрақ міндетті түрде болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, қайта сұрап, мен сіздермен байланыста болып отырамын. Және оған қосымша тағы да басқа да инструменттерді мен чатқа жіберіп отырам. Сол арқылы сіздер өздеріңізді ары қарай дамыта бересіздер. Бүгінше осы. Егер Access Bars-ты үйренем десеңіздер, өздеріңіздің шын ниеттеріңіз болса, маған хабарласыңыздар, астына нөмір қалдырамын. Тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.